Сәлем достар, сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Бүгін сіздерге шақыру жасайтын приложение туралы айтатын боламын. Ол Invitation Maker Invite деген приложение. Осы приложение App Store'да және де Play Market'те бар. Жүктеп алсаңыздар болады. Бірақ бұл ақылы приложение. Жыл сайын бұл приложениеге ақша төлеп отыру керек болады. Қазір, по-моему, 15 мың теңге өте қымбаттап кетпесе, точно білмеймін. Бірақ өте жақсы, өте күшті приложение. Соңғы шығып жатқан шақырулардың барлығы осы приложениеден алынған шақырулар. Енді қараңыздар, әртүрлі разделға бөлініп тұрады. Свадьба, день рождения деп неше түрлі әдемі шақырулар бар. Бұл жерде орысша, ағылшынша жазылған неше түрлісі бар. Алып жұмыс істей берсеңіз болады. И осы жерде қазір қалай істеу керек, қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетемін. Мысалы, мына шақыруды ашамыз біз, кіреміз. Далее деген кнопканы басамыз да, шақыруымызды ашамыз. И осы жерде мына барлығын өшіріп тастаймыз. Өйткені бұл жерде қазақша шрифт жоқ, сондықтан да капкатқа саламыз бұның барын. Мына үстін басасыздар, жазудың именно редактировать деп тұр. Карандаш соның үстін басасыздар, выделять етесіздер, өшіресіздер и окейді басасыздар. Все, өшеді. Солайынан барлық тексті өшіріп шығасыздар. Окейді басасыздар, өшіргеннен кейін келесі парақшаны ашасыздар. Оны өшіресіздер, келесі парақшаны ашасыздар, өшіресіздер. Солай барлығын өшіріп, осы жерге сразу өздеріңіздің суреттеріңізді қойып алсаңыздар болады. Осылай барлығын өшіріп шығасыздар. Енді қараңыздар, мына жерде бізде не өшпейді, мына суреттер өшпейді. Машинаның суреті, ненің суреті. Нажмите на машину, чтобы поехать дейді. Ол жаңа адресті көрсету ғой. Мына жерде бізде суреттер өшпейді, сондықтан да бұл парақшаны мен страницаны өшіріп тастаймын. И жаңағыдай осыларды қалдырам, тағы да парақша қосам десеңіздер болады. Мына жерде осылай жылжытсаңыздар, страница деп тұрады, соны басамда, тағы да плюсті басып, осы ұнаған бір страницамды қоямын. Мысалы, мынаны тағы қойсам болады. Сол кезде 6 страница болады, 6 бет болады, мінекей. Мына жерде функциялар бар, қарасаңыздар болады. Сообщение RSVP демізге керек емес, музыка тоже керек емес, өткен капкатта қоямыз, конвертін ауыстырсаңыз болады. Конвертке кіресіз, осы жерде ары-қаратай жылжытасыз, астыға қарай, и осы жерде өзіңізге ұнаған конвертті қойсаңыз болады. Мысалы, маған мына ұнап тұр, осыны қоямын. Переходқа кірсеңіз болады, неше түрлі переходтар бар. Көріп алыңыз қандай екен. Сол ауыстырып істесеңіз болады. Переходтардан барлығы детский, сондықтан да осы өзінікін қалдырамын. Эффекті деген бар. Эффектіді қарасаңыздар, неше түрлі эффекттер қосуға болады. Мынандай свет, жарық, мынандай детский олар енді, мынандай қоссаңыз болады. Неше түрлі эффекттер бар ішінде. Осындай. Бес эффекті қалай тұр, солай қалдыра беремін мен. Неке барлық функциясы осы. Сақтайтын кезде далені басасыздар. Тағы да далее дейсіздер, поделиться дейсіздер. И мына жерде видео деп тұрады, скачать видео, соны басып сақтап аласыздар. Бұл приложение ақылы, жыл сайын 15 мың теңге төлеп отыру керек. То есть осы жылы 15 мың аласыз, келесі жылы тағы да 15 мың, қымбаттап кетпесе әрине. Өткені мен жыл бұрын қосылған кезде 10 мың теңге болған. Биыл мысалы тағы да алдым, мен ақылы 15 мың теңге болды. Солай 25 мың төледім мен уже. Ал осы шақырулардың барлығы мен өзімнің каналыма салып қойғам. VIP шақыру деген, өткен осы Invite деген приложениеден алып саламын өзім каналыма, және де өзім жасаған жұмыстарымды да сол жаққа салып отырамын. Сондықтан ешқандай осы Invite деген приложениені алмай-ақ менің VIP шақыру деген каналыма қосылсаңыздар болады. Бағасы қазіргі таңда 17 мың теңге, доступ 1 рет аласыздар да, навсегда қалады доступ. Жыл сайын ақша төлеудің қажеті жоқ, сондықтан да ойланыңыздар, нені алатындарыңызды, жалпы қалай
приложениені алған ыңғайлы ма, әлде веб шақыру деген менің готовый шақыруларымды алған ыңғайлы ма? Өйткені мына жақта барлығы европейский, еще көбісін жасай алмайсыздар, жұмыс істей алмайсыздар көбісімен, өйткені кейбірлерінің тексті өшірілмейді. Қазір мен көрсетемін. Ал менің каналымда осы шақырулар болады, инвайт каналында, инвайт приложениесін шақырулар, еще плюс өзімнің жасаған жұмыстарымды, қазақша жұмыстарымды салып отырамын. Енді мен қазірге көрсетемін. Бұрынғы шақырулары бар бұл жақта приложениеда. Олардың тексті вообще өшірілмейді. Мысалы, қазір біреусін алып көрейін. Мысалы, мына шақыру ұнады деге, бұл стары шақырулар, далені басамыз. Енді текстін өшіріп сіз жұмыс істемесеңіздер, мына розовыймен белгілем тұрған қана өшетті. Мына wedding invitation деген вообще өшпейді, көрдіңіздер ме? Ол өшпейді, осылай болып тұрады. И бұл бізге былайынша айтқанда кедергі болады жұмыс істеуге, вообще жұмыс істей алмайды. Мыналарды өшіруге болады. Мыналарды өшіруге болады. Мына значок өшпейді, қосу деген значок өшпейді. Мына wedding invitation деген өшпейді. Қатып қалған осы приложениемен бірге сақталады. И сондай нюанстар өте көп өшпейтін. Сондықтан да бұл приложениенің көбісі жаңағы шақыруларын бұрынғы старалар вообще өшпейді. Қалпаған біразы еще әдемілер де бар ішінде. Тағы бұл сайт туралы не айтсам болады, приложение туралы. Өте көп неше түрлі видеолар бар, детский да бар, әртүрлі тойларға бар, мінеки детскийлар неше түрлі. То же самое, старылары тексті өшпейді, текстпен бірге жүреді, сол жағы өте ыңғайсыз. Оларды пайдалана алмайсыздар жұмысқа. Одан кейін девичникке де бар, гендерпатиға да бар, годовщинаға да бар, Хэллоуин бар, обновление болып тұрады, өте жақсы приложение. Алсаңыздар да болады, в принципе, алмасаңыздар да болады. Исламская свадьба деген де бар. Өздерінің тағы неше түрлі вечеринкаларына да ашқан. Одан кейін жаңағы выпускнойға да бар, одан кейін бір магазин бірдеңе ашып атады ғой, соған да бар, неше түрлі рамаданға да неше түрлісі бар, әдемі. Бірақ бұл шақырулардың барлығын мен инвайт приложениесін алып, уже өзімнің каналыма салып қойғанмын. Сондықтан да сразу менің каналыма қосылсаңыздар болады. Жалпы осы приложение туралы осы ғана айтатыным. Видеом ұнаса лайк басып, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.